Сәлеметсіздер ме, құрметті шебер ханымдар. Мен бүгін сіздерге үйрететін аяқ киім түрі осындай көктемге арналған макаси, яғни әйелдерге арналған, ерлерге де қара түсінен тоқысаңыздар болады. Осындай макаси үйрететін боламын. Мастер-классты бастамас бұрын сіздерден өтініп сұрайтыным, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетірулеріңізді сұраймын. Мінекей осындай жібек жіптен тоқылған макаси тоқитын боламыз. Бұл менің клиенттің өтініші бойынша бас жағы осылай үшкірлеу болуын қалады. Негізі жалпақтау болса әдемі көрінеді. Қазір оны тоқу барысында сіздерге айтатын боламын. Мінекей осындай, мына узор өте әдемі көрінеді. Осы узор богатый. Мына бетіндегі кәдімгі простой узор. Енді біз бұл аяқ киімді бастамас бұрын сіздерге қажет заттарымыз. Мінекей осындай гелевый табан, іші алынады. Алып, стиральный машинада жуып ала бересіздер. Мінекей осындай өзінің көздері бар тоқитын. Мінекей. Осындай ішінде өзінің ұлтарағы бар. Енді біздің жібек жібіміз, менде айвари түстес жібек жіп. Мынау аяқ киім болса, мысалына бір парын өзіне осындай бір айвари жіп, бір жібек жібі кетті, және кішкентай ғана осындай артылды. Сонда сіздер бір осындай макаси шығару үшін осындай екі жібек жібі қажет болады. Және де мен осы крючокпен тоқыдым, яғни мына беті 4-тік, мына беті 3-тік. Мен 3-тік жағымен тоқыдым. Камераға анық алынбай жатыр. Мына жағы 4, мына жағы 3. Мен 3-тік жағымен тоқып шықтым. Басынан аяғына дейін. Және де қайшы, және біз жібек жіппен тоқыған кезде міндетті түрде бізге осындай зажигалка, яғни оттық қажет болады. Және ханымдар, мен сіздерге алдында арты жабық аяқ киім тоқып көрсеткен кезде, мына артыңғы соңғы 2 қатарға біз резина қоямыз, яғни аяқта былай тұру үшін, аяқтан түсіп кетпес үшін. Сол кезде мен қалыңдау резина қойған тұғым. Енді бұл мынау жібек жіп болғаннан кейін жіңішке, бұл өте нәзік көрінеді. Оған ондай қалың резина жіп қоя алмаймыз. Ондай жіпті мен таппадым, барлық фурнитура дүкендерден сұрадым. Содан кейін бізде өзімізде осындай кроссовка кеді тоқып жүрген ападан сіз қандай не сұрайсыз деп едім. Сіздерге лайфхак, осындай біздің масканың резинасын қосып тоқиды екен ол апа. Мен Қытайдан заказ беріп қойдым, ақ түсін және қара түсінді резинаны қосып тоқитын. Бірақ оған дейін мен осындай тапсырыс алғаннан кейін сол ападан сұрап көріп едім, осындай резинаны қосып тоқиды екен. Мінекей мен мына аяқ киімнің артына қосып тоқыдым, мүлде білінбейді. Қара аяқ киімдерге қара резинасы, қара масканыкін қоямын деді. Ақ аяқ киімдерге осы кәдімгі масканың осындай резинасын қойып тоқимын дейді. Осылай екеуін жұлып алып дайындап қоямын. Бұл аяқ жағында ғана қажет болады. Және осындай қайшы, көбінде оттық болған кезде мен қайшыны пайдаланбаймын. Енді ханымдар, осы біздің аяқ киімді тоқып бастаймыз. Мынау бетінде ештеңкесі жоқ болғаннан кейін былай көрініп тұр. Енді алдағы уақытта осы алдына әсемдеп тоқып көрсетемін. Және де өзіне неше түрлі қойылатын өзінің бижутериялар болады екен. Солардың барлығын мен Қытайдан заказ беріп қойдым. Енді келесі видеоларда сіздерге толығымен түсіндіретін боламын. Бірақ бұл клиентіміздің тапсырысы бойынша бетіне ештеңке қажет емес деді. Жаңа бас жағын сүйірлеу қылуымды сұрады. Мінекей. Бірақ аяқта өте жеңіл, әдемі тұрады. Енді біз жұмысымызды бастаймыз. Осындай жібек жіп. Жібек жіптің ұш жағын мына оттықпен күйдіріп аламыз, яғни сетінеп кетпес үшін. Осылай күйдіріп алдық. Енді аяқ киімді бастау үшін ішіндегі ұлтарағын алып қойып қоямыз. Және бұл табанда неке өзінің белгілер болады. Меткісі мына артында тұр, мынандай сызық. Сосын екі жанында көрінеді.
мінекей осындай екі жанында бар және мына алдында бар. Біз мына артында тұрған белгіден міне мынадан жанынан бастайтын боламыз. Осы жерден бастаймыз. Ол үшін мінекей жібімізді осылай бір байлап аламыз. Жіңішке, яғни үшінші размерлі крючок. Деп мына жерден мына сызықтан кейінгі, белгіден кейінгісінен кіргізіп аламыз. Әр көзден 3 столбик без накидадан алып отырамыз. Мінекей, біреу кетті менікі, енді екіншісі, екеу, одан кейін үшеу. Мына жіпті арасына осылай қойып отырып тоқып кетеміз. Мінекей, үшеу. Осылай әр көзден айналдыра үшеуден алып шығамыз. Келесісінен. Мінекей, біреу, екеу, үшеу. Тағы да бір рет көрсетейін. Келесі көзінен біреу. Бұл 40-шы размер, сондықтан үлкен болып көрініп тұр. Екеу. Бірінші қатарында ғана не болады, одан кейінгілер оңай. Енді мына жіпті қырқып тастай саламыз. Қырқылған ұшын менің зажигалкам өте қатты жарады. Осылай. Үшеу. Келесіден тағы да үшеу. Келесіден негізі жер тесіліп тұрады ішінде. Кейбір жерлер тесілмеген екен. Бір қатты бос қылып тоқымаймыз. Бос қылып тоқсақ сапылдап кетеді. Сыртқа қарай қайырылып, қатты тарғып та тоқымаймыз. Аяқ киім аяққа тар болып қалады, размерге келмей. Және де бұны тек осы жібек жіптен емес, Ализе Дивадан, Иран жіптен тоқи берсеңіздер болады. Мен алдын Ализе Дивадан тоқыдым, ол да созылмайды екен. Оны да клиентке тапсырысқа тоқыдым. Сол кісіден көріп, осы кісі заказ берді. Соны мен екінші парын сіздерге мастер-класс етіп түсіруді жөн санадым. Және осылай үшеуден алып отырасыздар. Мінекей. Осылай әр көзінен үшеуден алып, осы мына аяқ жағына дейін тоқып келеміз. Мінекей, ханымдар, мен осы соңғы мына тесікке дейін келдім. Көзіне дейін. Енді мына жерде біз осы соңғысынан 4-еу аламыз. Себебі мынаған біріктірген кезде жетпей қалады. Біреу, екеу, үшеу, соңғысымен 4-еу. Осы соңғысынан ғана 4-еу аламыз. Қалғанына барлығынан 3-еуден алып келдік. Енді бұны біріктіреміз, яғни мынау бірінші тұрған, біріншісіне осылай кіргіземіз да, мына жақтан алып шығарып, сол шыққанды бірден мынадан шығарамыз. Мінекей. Осылай болады. Енді екінші қатарымыз өту үшін осылай 3 воздушный петля аламыз, яғни ауа ілмегі 1, 2, 3. Мінекей 3 воздушный петля. Енді мына келесі көзден столбик с одним накидом, яғни столбик с одним накидом жіпті ораймыз. Бірінші көзден кіргіземіз. Крючокта 3 жіп болды. Крючокта 2 жіп қалды, соңында 3. Мінекей. Біз мына тоқып шыққан
мынада үшеу әрқайсысынан біреуден столбик с одним накидом тоқимыз. Енді келесісінен әр көзден мына тесік көрініп тұр өзі. Содан столбик с одним накидом тоқып шығамыз айналдыра. Мінекей келесісінен тағы да. Мінекей. Осылай әр көзден столбик с одним накидом. Біз мына узорды шығару керекпіз ғой. Бұл екінші қатарда, екінші, үшінші қатарда біліне бастайды бұл узор. Қазір көрінбейді. Мінекей, келесіден ешқандай көз қалдырмай осылай айналдыра столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Мінекей. Осылай столбик с одним накидом тоқимыз. Осылай ешқандай көз қалдырмаймыз. Осылай столбик с одним накидом толығымен айналдыра осы соңына дейін тоқып келеміз. Столбик с одним накидом болады. Мінекей. Осылай. Мына жер қалып кетті. Егер осы менің мастер-классым бойынша тоқыған бұйымдарыңыз болса, мен төменге өзімнің инстаграмды және WhatsApp номерін қалдырып кетемін. Сонда фото жіберулеріңізді өтінемін. Менен үйреніп тоқығандарыңыз маған шабыт береді және де бұдан да керемет дүниелер шығаруыма себепші боласыздар. Осылай әр көзден столбик с одним накидом алып шығамыз. Осылай енді арғарай өз еріктеріңізбен айналдыра мына жерге дейін келесіздер. Тағы да бір көрсетейін. Мінекей барлық көзден ешқандай тастамаймыз. Алынған екен, міне келесі көзден. Ешқайсысын қалдырмай осылай алып шығамыз. Мінекей. Бірінші қатарымыз столбик без накида, яғни мінекей. Екінші қатарымыз столбик с одним накидом айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей, екінші қатарды осылай айналдыра тоқып шықтым столбик с одним накидом. Енді соңғысын тоқып, содан кейін біріктіреміз. Мына жерде соңғы біреу ғана қалды. Мінекей, осы соңғы көзден аламыз. Енді басында бастаған біздің 3 воздушный петлямыз бар ғой, соның ең жоғарғы үшіншісінен, осы үшіншісінен іліп аламыз. Мінекей, осылай шығарамыз. Мынаны іліп алып, қазір Мінекей, үшіншісінен, ең жоғарғы үшіншісіне осылай өткізіп, сол өткенді бірден мына көзден өткізіп жібереміз. Осылай бірікті.
мінекей тоқылып жатқан жері мүлдем білінбейді. Бұл екінші қатарымыз. Енді үшінші қатарымызды бастау үшін тағы да 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Енді біз мына осы узорды тоқып бастаймыз. Осы узорды тоқып бастаймыз. Яғни бұда, мысалы біз мына воздушный петляларымызды бір столбик деп есептесек, енді келесі столбигімізді айналдырамыз, және біз мына көздерден алмаймыз. Енді мынау тоқылған столбигіміздер, соның артынан осылай крючогымызды өткізіп, осылай. Енді крючокта 3 жұп қалды. Енді тағы бір өткіземіз. Крючокта 2 жұп, крючокта 1 жұп. Сонда мынау осылай сәл биіктеу. Енді келесіні, мысалы біз мынаған тоқыдық қой, енді келесі мынаған бұның көзінен аламыз, жоғары жағынан. Кәдімгі простой столбик с одним накидом тоқимыз бұда, мінекей. Осылай. Енді келесісін тағы да жіпті орап аламыз. Біз мынада орап тоқыдық, келесінде жай столбик тоқыдық. Енді келесінде тағы да осылай. Мынадан тұрған артынан аламыз крючокты. Сөйтіп мына жіпті осы артынан өткіземіз. Крючокта 3 жұп қалады сол кезде. 1, 2, 3. Енді тағы бір өткізгенде крючокта 2 жұп қалады. Тағы да бір рет өткізсек болды. Сонда бір рет жай столбик болады. Екіншісінде осылай орап тоқимыз. Келесінде тағы да жай столбик орап тоқимыз. Сонда екеуін алмастырып тоқып отырамыз. Жай столбик тоқимыз жоғары жағынан. Келесіні орап тоқимыз. Келесін жай тоқимыз. Енді келесі, мына көзі тұр, осыдан жай столбик тоқимыз. Кәдімгі жоғары жағынан тоқимыз. Столбик с одним накидом. Мінекей. Бұл әлі көрмейді, осыдан кейінгі үшінші қатарларда көрінетін болады. Келесі де мінекей мынадан осылай орап алып шығамыз. Арт жағынан. Осылай алмастырып тоқимыз. Тағы да бір көрсетемін. Келесі мынау көз тұрғаннан жоғары жағынан аламыз. Столбик с одним накидом. Мінекей. Келесі мынадан орап шығарамыз. Орап шығарамыз. Енді келесісін қайтадан көзден аламыз. Жоғары жағынан. Қимылдағасын. Бетіне шәл шығыңқы болып тұр, ұналары кәдімгідей түзу болып тұр. Келесісін мынадан осылай орап шығарып аламыз. Крючокта 3 жұп, крючокта 2 жұп, соңғы 1 жұп. Келесісін мінекей көз тұрған жерге осылай кәдімгі жоғары жағынан тоқимыз келесіні. Ал келесісін мінекей мынау осылай орап аламыз. Анық көрініп тұр ма? Мінекей. Орап алғандарымыз. Беті шығыңқы болып тұр, яғни мынау бізде шығып тұрған жерлер бар, мыналар осы узорлар. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Бұл аяқ киімді ешқандай қысқартпаймыз, кемітпейміз және көбейтпейміз. Себебі мынау өз размерге размер жүреді. 40-шы размер тоқып жатырмын мен. Мінекей келесі мына көзінен аламыз. Жоғары жағынан.
Ал келесісін орап, мынаның арт жағынан аламыз да, яғни келесі столбиктің. Осылай чередовать етіп, кезекпен, яғни алмастырып, бір анын не қылып тоқсақ, бір рет осылай артынан алып отырып тоқимыз. Бір рет кәдімгі жай тоқсақ, шатасып кетпей, осылай тоқып шығамыз. Шатасып кетсек сөгіп, қайта тоқимыз. Өйткені келесі қатарда біздің узорымыз анық көрінбей қалады. Түсінікті болса, осы аяқ жағына дейін, осы жаққа дейін басын айналдыра тоқып келеміз. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Содан кейін біз қатты тартып қысып тоқымаймыз, және бос қып тоқымаймыз. Орташа кәдімгі бір қалыпта тоқимыз. Мына жерден жоғар жағынан аламыз бұда. Келесісінде мына келесі столбиктің арт жағынан аламыз. Столбиктерді шатастырып алмаймыз. Неге осы арт жағынан алған столбиктен кейінгі мына өз көз тұрады мына жерде. Тура жанындағы көзден аламыз. Мына жаққа ауысып кетпейміз, мына қатты тақалып тұр. Өйткені мына столбиктің көзі осы. Осылай шатаспай айналдыра осы біздің үшінші қатарымызды өз еріктеріңізбен тоқып шығыңыздар. Мінекей осы үшінші қатарды толығымен айналдыра тоқып келдім. Және мінекей мына соңғы тоқыдым да, енді міне келесі бітіру үшін, соңын жалғау үшін біз басында бастаған 3 воздушный петля бар емес па, осының ең жоғарғы үшіншісінен іліп аламыз да, крючокты кіргізіп алып, осы жіпті іліп алып, осылай іліп алып, мына келесінен бірден өткіземіз. Осылай соединительный петля жасаймыз. Енді төртінші қатарды бастау үшін тағы да 3 воздушный петля тоқимыз. Воздушный петля аламыз. Үшеу. Мінекей осылай. Енді біз төртінші қатарда мінекей мынау жай, және мынау орап, артынан орап тоққанымыз, мынау жай кәдімгі петлямыз. Енді біз керісінше істейміз. Шахматный деймі. Мысалы, мынау біздің орап тоқығанымыз болса, осы орап тоқығанның жоғары жағына орамай кәдімгі жай столбик тоқимыз жоғары жағынан. Осылай жай тоқимыз. Ал мынау жай тоқылған столбикке орап тоқимыз. Артынан орап аламыз. Осылай. Столбик с одним накидом. Сонда мына жер оралған, мына жер орал бір-біріне осылай жанынан. Енді келесі мынау орап тоқылғанға жай тоқимыз жоғарғы жағынан. Ал мынау жай тоқылғанға осылай орап тоқимыз. Осы екінші қатарда уже біздің узорымыз біліне бастайды. Менікі ақшыл түс болған соң қатты білініп тұрған жоқ. Мына біткенінде осылай көрініп тұр. Мысалы, мынау орап тоқылған, жоғары жақ оралмайды. Бір-біріне осылай жанына қиғаштап түседі осылай. Біз осы жерде 5 қатар тоқып аламыз, одан кейін тұмсығын тоқимыз, одан кейін қалған 3 қатарын тоқимыз. Мынау бізде 4-ші қатарымыз тоқып атқан. Осыдан кейін бір қатар тоқимыз, одан кейін алдыңғы бетіне өтеміз. Мінекей мынау орап тоқыдым, енді мынау орап тоқылған тұр ғой бізде келесіде. Оған жай тоқыдым міне. Жай тоқимыз, мінекей. Орап тоқылған төбесіне жай тоқимыз. Кәдімгі столбик. Енді оралмай жай тұрғанға осылайынан орап тоқимыз. Мінекей. Келесіге орап тоқылған жоғары жағынан жай столбик тоқимыз, кәдімгі столбик с одним накидом жайынан тоқимыз. Ал мынау оралмай кәдімгі жай тұрғанға арт жағына сәл кіріңкіреп тұрады ғой, соны бүйтіп алып, бізде барлығы столбик с одним накидом, тек бірінші қатарда ғана столбик без накида болды. Қалған осы 3 қатарымыз столбик с одним накидом болады. Енді келесіге столбик с одним қарама қарсы тоқимыз да, сонда орап тоқылғанға жай тоқимыз, жай тоқылғанға
Енді орап тоқимыз. Осыны қателеспей тоқып шықсаңыздар, узорларыңыз өте әдемі көрінеді. Кез келген кроссовкаға да, осындай макасиға да тоқи беруге болады. Мына жерде менде енді екінші рет қатар узор түсіп жатқаннан кейін онша көрініп тұрған жоқ. Мына жақта жаңа көрсеттім. Осылай өте әдемі көрінеді. Енді ханымдар, осыны біз дәл осылай бір-біріне қарама-қарсы етіп, толығымен айналдырып, осы жерге дейін 4-ші қатарымызды тағы да тоқып келеміз. Бұл бізде 4-ші қатар, қарама-қарсы түсті. Мына жерге орап тоқылған болса, оның жоғар жағы жай кәдімгі столбик тоқылған. Мынау жай тоқылғанға орап тоқып жатырмыз. Тағы да бір көрсетейін. Бұл бізде 4-ші қатар. Яғни мен мына жерде орап тоқыдым. Енді мынау оралғанның жоғар жағына жай кәдімгі столбик с одним накидом тоқимын. Анық көрініп тұр деп ойлаймын. Енді келесі жай столбикке осылай орап тоқимын. Келесісін жай тоқимын. Қарама-қарсы керісінше тоқисыздар ғой. Бірінші қатарда орап тоқылған төбесіне жай тоқисыздар, жай тоқылғанға орап тоқисыздар. Сонда осылай узорымыз шығады. Енді келесі жай тоқимын. Енді мынаны орап тоқимыз. Негізі сәл басқа түстен көрсетуме де болады. Мен тапсырысты тоқи отырып түсіріп отырмын. Балалармен алысып. Орап тоқылғанның төбесіне жай тоқимыз. Және мынау жай тоқылғанға осылай орап тоқимыз. Егер сіздерге мастер-класста бір нәрсе түсініксіз болса, менен сұрап жазуларыңызға болады. Астына өзім номерімді және Instagram парақшамды қалдырып кетемін. Енді мінекей. Орап тоқылғанға жай тоқимыз. Енді жай тоқылғанға орап тоқимыз. Осы жерден қателеспейік. Мысалы, мына орап тоқсақ, мына жанында тесік көрініп тұр, тура тоқылған соң. Сон тоқу керек. Біз мына жаққа өтіп кетпеу керек. Мынаған тоқылды ғой деп, мынау көзі мынау осы жердің. Осыны шатаспай тоқсаңыздар әдемі шығады. Осы келесі 4-ші қатарды дәл осылай аяғына дейін, мына жерге дейін тоқып келеміз, айналдыра. Мінекей ханымдар, мен 4-ші қатарды айналдыра тоқып келдім. Осылай бір-біріне қарама-қарсы. Мынау сыртқа шығып қалғандары бір-біріне осылай шахматный болып тұр. Осылай жанынан. Енді 2 қатар узор болды. Енді 3-ші қатар узор тоқимыз. Яғни бұл 5-ші қатарымыз. Мен осы жерге келдім. Енді соңғысы орап артынан аламыз осылай. Осылай артынан алып аламыз. Осылай артынан алдық. Және енді бітіру үшін, аяқтау үшін осы 4-ші қатарымызды мынау басында алған 3 воздушный петляның ең жоғарғысынан аламыз. 1, 2, 3-шісінен іліп алып, осылай шығарып, мынадан бірден шығарамыз. Енді 5-ші қатарды тоқу үшін тағы да 3 воздушный петля аламыз. 2, 3 воздушный петля алдық. Енді мінекей мынау. Бізде мына жерімізде узор жоқ. Мынау келесіде. Келесіміз жай, одан кейінгі узормен. Енді мынау жай тұрғанда узормен тоқимыз да. Бұл қатарда да солай шахматный қылып, узор бар жерге жай тоқимыз, узор жоқ жерге осылай узор қылып артымен тоқимыз. Енді келесі узор барымызға жоғар жағынан кәдімгі столбик с одним накидом тоқимыз. Жоғар жағынан. Енді келесіні узор жоқ жерге узор қылып тоқимыз, артынан орап алып. Келесі узорлы бар жерге жоғар жағынан тоқимыз, жай столбик с одним накидом.
Ал мінекей келесі узор жоққа осылай тоқимыз. Яғни жаңағы 4-ші қатардағы мінекей бізде бір узор, біз узорсыз, бір узорсыз тоқыдық қой. Сол кезге енді тағы да қарама-қарсы тоқимыз. Узор бар жерге жоғары жағынан жай столбик с одним накидом тоқимыз, ал узор жоқ жерге осылай орап тоқимыз. Мінекей мынау келесі узор болып тұр, өзі ұзынша болып белгілі болып тұр. Соның жоғарғы жағынан тоқимыз. Мінекей осылай. Келесі узор жоқ жерге артынан айналдырып алып, тура дәл 4-ші қатар ұқсап тоқып шығамыз айналдыра. Узор бар жерге жоғары жағынан жай столбик с одним накидом тоқимыз, ал узор жоқ жерге узор қылып арт жағынан айналдырып алып тоқитын боламыз. Тағы да бір рет көрсетейін. Міне мен соңғысын узор тоқыдым. Енді келесі жай тоқимын, өйткені мына жер узор болып тұр, соның астыңғы қатары. Сол кезде бір-біріне шахматный орналасады, өте әдемі көрінеді. Мынау менікінің түсінен ба или камерадан онша көрініп тұрған жоқ. Міне мына узор ғой, өте әдемі көрінеді. Қанық түстерден өте керемет көрінеді. Осы соңғы 5-ші қатарды тоқимыз, одан кейін тұмсығын тоқуға кірісеміз. Енді узордың төбесінен узорсыз жай столбик с одним накидом тоқимыз. Енді узор жоқ жерге осылай узор тоқимыз, астына артынан айналдырып, одан кейінгісіне жай тоқимыз. Осылай алмастырып тоқып кете береміз. Бас жағында дұрыс бастамасаңыздар болды, шатасып кетпесеңіздер болды. Шатасып кетсеңіздер, узорларыңыз дұрыс шықпай қалады. Міне мына жерде көрініп тұр ғой, мынау узор тұр, міне соған жанынан узор түскен. Мына узор тұр, соның жанынан түскен. Жанынан түседі. Осылай енді әдемі көрінді міне узорымыз. Ал дайын аяқ киімімізде міне осылай көрінеді. Осылай әдемі көрінеді. Міне. Одан кейін мынау алдыңғы қатарды тоқимыз. Енді осы 5 қатар тоқылып алады айналдыра. Мына жер сонда 5 қатар болып тұр ғой биіктігі. Бірінші қатарымыз столбик без накида тоқимыз, одан кейін айналдыра столбик с одним накидом тоқимыз екінші қатар, одан кейінгі 3 қатарымыз осы узор тоқимыз. Сонда 5 қатар болады. Мінекей мына 5-ші қатарымыз соңғы. Енді осыны өздеріңіз айналдыра тоқып шығасыздар. Мінекей енді келесі жай тұрғанға осылай артынан айналдырып алып узор қылып тоқимыз. Одан кейінгі узорға төбесіне жай столбик тоқимыз. Одан кейін тағы артынан айналдыра узор тоқимыз. Мінекей. Енді осылай жай столбик тоқимыз. Мінекей. Осындай өте әдемі узор шықты. Осылай өз елеріңізбен тоқып, осы аяғына дейін айналдырып тоқып алып келесіздер. Мінекей мен 5-ші қатарды соңына дейін тоқып келдім. Енді осы жерден бітіреміз. Мінекей соңғысын алдым. Енді бітіру үшін сол алдыңғыдай алған 3 воздушный петлямыздың ең жоғарғы 3-шісінен іліп аламыз. Осылай шығарып, осында өткіземіз. Енді біз бұны осы жерден аяқтаймыз. Яғни зажигалканы үзіп аламыз. Осыны енді шығарып, жібімізді көрінбейтіндей етіп жасырамыз. Осылай жіптердің арасынан өткіземіз. Бізде узорымыз өзі бүдір-бүдір болған екен, бұл өткен жібіміз мүлдем байқалмайды да, көрінбейді да. Мінекей. Одан кейін тағы да
және осы соңына келгенде мына жанына қарай өткізіп, мына жерден тесігінен алып ішіне қарай өткіземіз. Анықтап көрсетейін. Енді осыны қырқамыз да. Бұл енді жібек жіп өте сырғанақ болады, сол үшін сөгіліп кетпес үшін мына жаңа қырыққан жібіміздің ұшы тұр ғой мынау. Ұстасақ болды, бұл енді сетінеп кетеді, соны осылай кішкене күйдіріп, осылай жабыстырып тастаймыз. Мынау зажигалканы сәл алыста ұстап, ақ түстілерге әсіресе, әйтпесе қара болып күйіп қалады жібімізге. Енді келесі бізде неге осылай 5 қатар тоқып шықтық айналдыра. Енді біз мынау алдынан енді мына тұмсығын жасаймыз. Менікінің тұмсығы өте сүйір болды. Сол бұл өйткені клиенттің өзінің тапсырысы бойынша мынау ұшын осылай үшкірлеу қылып істеп бергіңізші деді. Ал сіздер бастаған кезде қазір түсіндіремін, сәл жалпақтау етіп бастасаңыздар өте әдемі көрінеді негізі. Содан кейін мынау бетіне неше түрлі тастар, моншақтар бар, жанынан қоятын брелоктар бар, соларды қойсаңыздар өте сәнді болады. Мынау ештеңкесі жоқ болғаннан кейін мужской аяқ киімге ұқсап тұр. Бірақ клиенттің тапсырысы осылай. Ештеңке керек емес деді. Алдағы уақытта сіздерге неше түрлі брелоктармен тоқылған аяқ киімдерді көрсететін боламын. Ал енді біз алдыңғы қатарға келетін болсақ, мінекей. Бізде именно осы мына гелевый табанда мына осындай сызығы бар. Мен сіздерге басында түсіндіргенде айттым, өзінің белгісі бар. Алдында, ортасында, жанында және соңында. Біз енді мына тура алдындағы, ортасындағы сызық көрініп тұр, мінекей мынау. Сомен келгенде, ортасы мына жер болады бізде. Осы жерді белгілеп тұрып, осы ортасынан былай қарай үшеу санаймыз. 1, 2, 3. Сонда мінекей. Мынау үшінші жібіміз. Үшінші көз. Енді осы үшінші көзді былай ішке қарай айналдырып аламыз. Мінекей бұны шатаспас үшін, мінекей осы үшінші көзімізде. Енді осы жерде жақсылап түсініп аламыз. Мынау үшінші ортасынан былай қарай үшеу санадық. Осы үшінші көзімізден мінекей біз былай алып тоқимыз ғой. Ал бұда біз олай емес, мынау ортасынан бергі шетінен ғана тоқимыз. Мінекей мынандай бір шетінен ғана. Ал мына сыртындағы шеті қалады. Неге осы бір шетінен іліп аламыз, ішкі шетінен. Неге осылай жібімізді аламыз. Неге жаңағы бергі ішкі шетінен іліп алдық біз. Неге қазір неге ішкі шетінен іліп аламыз. Іліп аламыз осылай. Анық көрініп тұр деп ойлаймын. Камераны жақындатайын. Неге осылай іліп алдық. Бір шетін қалдырып, мына шетін ұстап тұрып, бір воздушный петля іліп аламыз осы жерден. Яғни неге воздушный петля іліп алды. Енді бұл келесі көздің неге мына жерінен бергі шетінен ғана ілеміз. Мынау бергі бір шетінен ғана тоқимыз. Біреуінен ғана. Бұлай толығымен алып, екеуінен өткізбейміз. Мысалы, екеу болып тұр ғой, осының некені біреуінен ғана өткіземіз да. Некені арасында қосып отырып тоқып кетеміз. Столбик без накида тоқимыз осы жерден алып. Біреу. Келесінен аламыз. Неке тура сол жерден. Екеу. Келесіден үшеу болды. Төртеу. Бергі шетінен алып отырамыз. Арғы шеті қалып отырады. Бесеу болды. Екені іліп алған болса, бесеу болды. Енді алтау.
мен ана алдыңғы бір парында 7 қойғам. 6, 7. Негізі сіздер 9-дан бастасаңыздар кәдімгі жалпақтау әдемі аяқ киім болады. Мынада 9-дан бастасаңыздар әдемі болады, кәдімгі балеткеге ұқсаған. Мен сәл жіңішкелеу еттім. Енді мінекей 7 тоқыдық. Енді мына жіпті арасына тоқып қосып келатқан жібімізді осы жерден қырқып тастасақ болады. Мінекей. Тақап қырқып тастаймыз. Енді жұмысымызды былай қаратамыз бітіру үшін. Жіпті мына крючоктың астымен өткізіп аламыз бері қарай. Енді осы жерін сіздерге бітіруін көрсетейін. Камера анық алсын. Мінекей мен мына соңғы тоқыдым мына шетінен. Келесі жіптің мына шеті қалады да, мынау ішкі жағындағы шетінен іліп аламыз. Мінекей осы шетінен іліп алып, мына астыңғы жағынан осылай орап, осы өткен күйі екеуінен қатар өткіземіз іліп мені. Бізде соединительный петля. Біреу, енді келесі тағдана келесінің мына шетін іліп аламыз да, мінекей мына шетін, мінекей тағы да осылай астынан орап, осылай екеуін осылай соединительный петлямен жалғаймыз. Енді жұмысымызды былай қарай аударып аламыз. Енді екінші қатарымыз. Біз бірінші қатарда 7 тоқыдық, және мінекей көріп тұрғаныңыздай ішкі жағынан бастап тоқыдық, ал сыртқы жағында міне бір шеті қалды. Міне өз көрініп тұр, бір шеті қалған. Мысалы мынау 2 болып тұр ғой бізде. Соның біз мынау ішкі жағынан алып тоқыдық, мына ішкі жағынан. Ал мынау сыртқы жағы қалады осылай сызып. Өйткені біз шетін мынаны жиектеп тоқып шығамыз сыртқы жағына соңында. Енді екінші қатарымызда бұл қазір 7 болып тұр. Екінші қатарымызда бұл 8 петля болып тоқылады. Яғни мына жерден аламыз. Мінекей мынау біздің тұрған қасынан емес, келесі мынау тесіктен көзінен аламыз. Санап отырып тоқимыз, шатасып кетпес үшін. Әр қатарда біреуден қосылады. Мінекей біреу, келесі екеу, мінекей енді үшеу, камера 4, мінекей 4, 5, 6, 7, мінекей мына шетінен аламыз, енді 8. Жаңа былай қарай бастаған кезде 7 болды, енді былай қарай жүргенімізде 8 болады. Енді мінекей мынау алдындағы бірінші іліп алғанымыз тұр ғой, соның қасынан мінекей бітіреміз. Ішкі жағын аламыз, сыртқы жағы қалып отырады. Ішкі жағын алып, міне мынадан бірден соединительный петля қылып осылай өткіземіз. Біреу, қазір мінекей мынау ішкі жағын алып, осылай біреу соединительный петля, екіншісінен тағы да ішкі жағынан алып, екеу осылай бітіреміз. Мінекей мынау сыртындағы жиегі осылай қалып отырады. Сонда 8 болды. Енді осы жерде мысалы осылай қарай біз 8 қылып көбейттік қой. 8. Бірінші қатар 7. Енді былай теріс қарай қайтқан кезде тағы да 8 қылып тоқимыз. Себебі бетімен келе жатқан кезде көбейтеміз, қайтар жолда тура соны қайтадан тоқимыз. 8 қылып көбейттік, енді қайтарда тағы да 8 тоқимыз. Бір қатарда көбейтсек, екінші қатар тура соны тоқимыз, келесі қатар тағы көбейтеміз, екінші қатар ішке қарай жағы тура соны тоқып өтеміз. Енді біз 8 болды, тура 8-ді қайтадан былай қарай тоқып өтеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Мінекей 8 болды. Енді жұмысты былай қаратып аламыз. Себебі біз осылайынан бітірмесек, мына жиегіне келгенде, мысалы мына жағы әдемі көрініп келе жатыр ғой. Мына жағы да солай жиегі, мына шеті көрініп әдемі болу үшін осылайынан мынаны жаңа көрсеткендей жіпті крючоктың астына өткіземіз, сәл тартыңқыраймыз. Енді бітіреміз. Мінекей
камера анық алсын. Мінекей мына жер алдыңғы ілініп алған жер ғой. Одан кейінгі көздің мына ішкі жағынан. Мінекей мына ішкі жағын осылай ілеміз. Мінекей ішкі жағынан іліп алсақ, мінекей бүйтіп алып, тура осылай өткіземіз. Біреу, тағы келесінен екеу. Екеуден іліп отырамыз. Осылайынан келесінен мінекей осылай екіншісін ілдік. Мінекей. Енді бір қатар жетеу тоқыдық біріншісіне, одан кейін 8. Енді былай қарай тоқығанымызда 9 болып көбею керек. Бір петля артық қосылады. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Міне соңғысы, мына жердің 9-шысы. Осы соңғы. Енді 2 соединительный петля жасаймыз. Мінекей. Біреу, ішкі жағынан жасалады барлығы. Екеу. Мінекей. 9 болды. Енді келесі қатарда тағы да былай қарай 9 қылып тоқып өтеміз. Өте оңай. Бір үйреніп алсаңыздар бұл. Мінекей, енді мына жанынан бастаймыз да. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Енді бұны бітіру үшін осылай жұмысымызды айналдырамыз. Крючоктың астынан жібімізді өткіземіз, және осылай бірінші ілініп алғанмен шатастырмаймыз. Осылай тұрған бірінші ілініп алғанымыз, одан кейінгі екіншісінен. Мінекей. Біреу, айналдырып бітіреміз. Жіпті ол кезде астынан алып отқаннан кейін осылай айналдырып барып іліп, осылай соединительный петля жасаймыз, яғни біріктіру жібі. Мінекей 9 болды. Енді былай қарай тоқыған кезімізде 10 болады. Ал тоқимыз, тағы біреу қосылады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Осы жерден 10 болды. 10. Енді осы жерден бітіреміз. Мінекей, ілініп тұрған жердің келесісін ішкі жағын осылай аламыз. Бір соединительный петля, екіншісін ішкі жағын аламыз. Екінші соединительный петля. Мінекей. Уже алдыңғы біздің тұмсығы көрініп келе жатыр. Негізі 9 алып бастасаңыздар жақсы. Негізі 9-дан, 8-ден, себебі мен жіңішке ларапиана сияқты қылыңыз деген соң, менікі осылай үшкірлеу жіңішке болып кетті. Бірақ клиенттің өзіне ұнады, фотосын жібердім. Енді келесі қатарымыз осы ішкі жағынан келгенде, мысалы осылай 10-ға көбейтсек, ішкі жағынан қайтадан 10 тоқып шығамыз. Ол үшін мінекей мынау іліп алған жерімізден, мынау өзіміздің іліп алған петлямыз ғой, одан кейін бір петля тастап, келесінен тоқимыз. Сол кезде 10 шығады. Ал петлядан кейін бірден алсаңыздар, 11 болып кетеді, қайтадан көбейіп кетеді. Сол үшін санап отырып тоқыңыздар. Сол кезде шатаспайсыздар. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сол кезде 10-шысын соңғы іліп алған жерімізден аламыз.
Енді тағы да қос жағын аяқтау үшін айналдырамыз. Мына жіпті крючоктың астынан өткіземіз. Келесінің мына бір жанынан ғана алып отырамыз. Осылай соединительный петля жасаймыз. Мінекей. 10 болды. Енді осы қатарымызда енді көбейеді. 11 болады. Ешқандай воздушный петля жасап көтермейміз, бірден тоқып кете береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, келесісіне аламыз, 11. Енді аяқтаймыз. Ілініп тұрғанның кейінгі келесіден ішкі жағындағы бір бетінен ғана аламыз. Біреу соединительный петля, одан кейінгі ішкі жағынан екіншісін аламыз. Екеу. 11 болды. Енді ішкі жағынан былай қарай тоқығанда тағы да 11 тоқимыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тұмсығын осылай көбейте береміз. Соңына дейін мен мына жерге келгенше 25 болғанша көбейттім, яғни мынау 25 болғанша осылай тоқып келдім. Біз 7-ден бастадым, 25-ке дейін тоқыдым сонда. Әр қатарда біреу қосылады, былай қарай тоқыған кезімізде қосылады, былай қарай тоқығанда тура соны тоқитын боламыз. Мен 25 болғанша енді өздеріңіздің аяқ киімдеріңізге, аяқтарыңызға өлшеп көресіздер. Бұл 40-шы размер. Сондықтан үлкендеу көріну мүмкін. Бұл 40-шы размер. Мінекей осылай. Менде қазір 11 болып бітті. Енді былай қарай тағы да тоқсақ, мінекей бұл іш жағынан алған кезде сіздерге айттым, мынау біреу тұр ғой, өзі іліп алған жер. Одан кейінгі бір көз тастап, одан кейінгі екінші көзден аламыз. Сонда 11 шығады. Тура 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді осылай бітіруін соңғы рет көрсетейін. Одан кейін ары қарай өз еріктеріңізбен тоқып шығыңыздар. Мінекей. Бірінші ілініп тұрған жер, одан кейінгі ілініп тұрғанмен шатаспаймыз, одан кейінгі келесінен мінекей. Осылай біреу соединительный петля, одан кейінгі келесінен екеу. 2 соединительный петля жасаймыз. Мінекей. Менгі 11 болды. Енді 12, 13, мен осылай 25-ке дейін, мына жерге дейін тоқимын. Негізі басқа кәдімгі 36, 37, 38 размерлерде осындайдан 22 қатар тоқисыздар ғой, осылай санағанда. Сонда, мысалы біз былай қарай 11 қылдық, біреу екі қатар 11-ден болғанда, мынандай 2 узор тұрады ғой өзі. Мінекей, екі қатарың осылай бір узордан болып тұр ғой, мысалы 2 қатарымыз сондайдан 11 болады да, қатармен санағанда 22 болады. Енді аяқтарыңызға өлшеп, өздеріңіз жобалап көресіздер ғой. Осылай мен 25-ке дейін көбейтіп тоқимын. Мінекей, шеберхандар осылай шықты. Менкі 25-ке дейін көбейттім осы жерін. Бұл 40-шы размер. Енді біз мына алдындағы, әдемілеп мына жерін жасырған, көмкерген осы жерді тоқып аламыз бірінші. Ол үшін осы бітірген жерімізден ешқандай үзбейміз. Осылай байламаймыз да. Мінекей. Осылай алып аламыз да. Жаңа біз бітірген кезден аяқ жағына бір бетін тастап отырдық қой, мінекей. Міне көрініп тұрсыз. Осылай сызық болып. Сызып қойған ұқсап. Соны әр қайсысынан столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей. Біз мынаны бір столбик деп есептесек, мінекей одан кейінгі келесінен
столбик без накидадан тоқып отырамыз осылай. Мінекей. Әрқайсысынан қалдырмай өзі көрініп тұрады мына беті. Соны столбик без накида тоқып шығамыз осылай. Осылай әдемі көрініп келе жатыр. Қазір біткен соң жинақы әдемі болып көрініп тұрады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз мына келесі басына дейін. Яғни келесі бас дегеніміз мына жерге, біткен жерге дейін. Мына жерден бітеді ғой. Осы жерге дейін тоқып келеміз. Осылай ары қарай өз нелеріңізбен мына бетіне дейін ешқайсысын қалдырмай осы әр жиегінен тоқып шығамыз. Мінекей мен осы соңғы ілгені біріктірген бітірген жерімізге дейін осылай жиегін тоқып шықтым столбик без накидамен. Енді біз мынау артқы өкшесін тоқимыз. Біз ол үшін мына узорды жалғастырып кету керекпіз. Осы арт жағын тоқу үшін, яғни жалғастырып кету үшін біз осы жерден ешқандай жіпті үзбейміз. Ештеңке қылмаймыз. Ары қарай кәдімгі столбик без накиданы әр көзінен, жоғары жағынан көзінен столбик без накида тоқып кетеміз. Жиегіне тоқып болғаннан кейін, одан кейін кәдімгі екеуінен біріктіріп, кәдімгі өзіміздің тоқып жүрген столбик без накидамызды тоқимыз. Мінекей. Әр көзінен алып, осылай столбик без накида тоқып аламыз. Мінекей. Столбик без накида тоқимыз. Мына жерде қазір осымен жалғасып кеткен ұқсап, шеті ұқсап тұр. Қазір узор тоқылған кезде бұл білінбей кетеді. Осылай столбик без накидамен біз мына шетіне дейін жетіп аламыз. Осылай столбик без накида тоқимыз. Осылай мына бетке дейін, мына басталған жеріне дейін, осы жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей осылай столбик без накида тоқимыз. Алдында біз бұл жағына 3 қатар узор тоқыдық. Енді тағы да 3 қатар узор тоқимыз. Дәл осылай мына шетіне дейін айналдырып тоқып келеміз. Мінекей мен айналдыра столбик без накида осы бетіне дейін тоқып келдім. Мінекей соңғысын тоқыдым. Енді бұл бетті біз қалай бітіреміз? Бітірген кезде мына біздің тоқылған жеріміз бар емес, бетінің соңғы петлясына біз соединительный петля жасаймыз, яғни біріктіру. Мінекей соңғы біріншісін аламыз да, осыны алып, осылай соединительный петля жасаймыз.
Енді жұмысымызды, аяқ киімімізді былай қарай айналдырып аламыз. Мінекей мына шетіне қарап тұр. Енді қазір резина таққан кезде ол осы ұқсап жинақы болып тұрады, өте әдемі болып. Енді біз узорға қараймыз. Енді біз бұл оң бетін узормен тоқу керекпіз. Мінекей осы жерден қарағанда, мына жерде бізде бірінші неміз узормен тұр. Узормен тұр. Ол узормен біз узордың төбесіне біз узорсыз тоқу керекпіз. Яғни әшейін жай столбик с накидом тоқимыз. Мінекей осылай жіпті орап аламыз. Және мынау жоғарда біз жаңа бәрінің шетінен столбик без накида тоқып шықтық қой, соның көзінен аламыз, содан аламыз. Мінекей тура жаңа узордың төбесінен, сол көзден, бірақ біз столбик с одним накидом жай аламыз. Келесіде узоры жоқтың, мына кәдімгі астындағы узоры жоқтан осылай арасынан орап аламыз. Мінекей. Келесіде тағы да орап алып, узордың жоғар жағындағы столбик без накида тоқып шықтық қой жаңа қатардан, содан осылай жай аламыз. Яғни біз ана узорды жалғастырамыз астында. Яғни узоры бар жерге төбесінен жай столбик тоқимыз, узоры жоқ жерге узор тоқып кетеміз. Яғни артынан айналдыра тоқимыз. Мынаның артынан айналдыра тоқимыз. Ал келесіде міне узор барда жоғар жағындағы жаңа біз тоқып келген қатар соңғы, содан столбик с одним накидом тоқып өтеміз. Сонда біздің узорымыз осылай ешқандай несіз жалғасып кетеді. Осылай арғы бетіне дейін жалғастырамыз узорды. Узор жоқ жерден узор тоқимыз. Узор бар жерге столбик с одним накидом тоқимыз жай. Енді келесі узор жоқ жерге узор тоқимыз. Узор бар жерге столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей узор жоққа узор тоқимыз. Міне осылай. Осылай мына бетіне дейін, соңғы мына жерге дейін тоқып алып келеміз. Мінекей узоры бар жерге жай петля тоқимыз, узор жоқ жерге осылай узор артынан айналдыра отырып тоқитын боламыз. Мінекей осы жерге дейін айналдыра узор қылып тоқып келдім. Мінекей енді соңғысы мына жерде узорсыз тоқылады. Мінекей соңғысын узорсыз тоқимын. Және қалай бітіреміз? Мінекей мына жерде мынау біріккен жердің бірінші петлясы бетіндегі соған осылай соединительный петля жазап бітіреміз. Мінекей осылай. Енді аяқ киімімізді былай кері айналдырамыз. Ішкі жағынан бірінен тастап екіншісінен бастаймыз. Екінші көзінен столбик без накида тоқып шығамыз. Айналдыра келесі бетіне дейін столбик без накида тоқимыз. Осылай айналдыра келесі бетіне дейін тоқып келеміз. Кәдімгі жай қатар столбик без накида, яғни столбик без накида тоқып осы бетке өтіп аламыз. Осылай мына бетіне дейін тоқып алып келеміз. Мінекей осылай столбик без накидамен айналдыра мына бетіне дейін тоқып келдім. Енді тағы да бітіреміз осы жағына. Яғни біз жаңында біріншісіне соединительный петля қойдық қой, енді мынау екінші көзінен іліп алып, осыған осылай соединительный петлямен жалғаймыз. Енді жұмысымызды былай қарай айналдырып, енді бұл бетінде кәдімгі алдындағыдай узорды тоқып келеміз мына бетіне дейін, яғни узор бар жерге. Узоры бар жерге жоғарысынан узорсыз тоқимыз, ал узор жоқ жерге осы узор жоқ болып тұрған неден орап тоқимыз. Мінекей мына жерде біріншіде бізде узорсыз болып тұр. Осыны айналдырып узор тоқимыз бұл жерге. Мына жер қазір қаттырақ ашылып кетті. Мінекей узор жоқ жерге узор тоқимыз.
Ал енді узоры бар жерге жоғары жағынан столбик без накидамыздың жоғарғы көзінен осылай тоқимыз. Сонда бізде осы қатармен 4 узор болып тұр. Осы қазір енді тоқитынымызбен 5-ші қатар узор болады. Одан кейін соңғы қатар былай айналып келіп, сонымен 6-ші қатарды узорды, сонымен бітеді жұмысымыз. Осы қатарда узорды соңына дейін тоқып алып барамыз. Одан кейін бері қарай қайтқанда резинка қосып тоқып қайтамыз. Соңғы 2 қатарында резина қосып тоқимыз. Осылай узор жоқты осылай артынан орап аламыз. Камерадан көрінбей тұр, бірақ өте әдемі узор. Енді узор бардың жоғары жағынан узорсыз тоқимыз. Енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Осылай аяғына дейін узормен барып, мына жерден тура мына жақта бітіргенде біріншісіне бітірсек, енді екінші көзіне соединительный петлямен бітіреміз. Мінекей осы жерге дейін узормен тоқып келдім. Енді мұны бітіру үшін жаңада біріншіден іліп алсақ, енді бұда да келесі екінші көзінен іліп, осылай соединительный петля жасаймыз. Мінекей. Енді біз осылай бір рет барып, қайтадан бір рет келетін. Енді екі ғана қатар қалды. Сол 2 қатарда біз жаңағы резинамызды қосып тоқимыз. Ол үшін мен кеше сіздерге көрсеткендей осындай масканың резинасын көрсеттім. Бұл масканың резинасын екеуін біріктіріп аламыз. Мінекей мына узорды айналдырып тоқып мына бетіне келдім. Және екінші көзіне бітірдім, іліп алдым соединительный петлямен. Енді келесі қатарда біз резинка қосып тоқимыз. Алдында көрсеткен резинкамды. Мінекей басын осылай түйіндеп алдым да, арасынан кіргізіп аламыз, осылай байлап. Осылай шығарып, резинаны ортасына қосып отырып тоқимыз. Мінекей бірінші көзінен осылай алып, резинадан да, неден де өткізіп аламыз. Мінекей осылай узорды айналдырып тоқып алып келдім. Енді соңғы бітірген кезде екіншісіне осылай біріншісіне соединительный петля жасағымыз жаңа. Одан кейінгісін екіншісіне соединительный петля жасадық. Мінекей. Міне осылай екеу болды. Енді жұмысымызды былай қаратып алып, келесі қатарда, яғни столбик без накида. Енді біз осы резинамызды қосып тоқимыз. Мінекей осылай басын біріктіріп алдым. Осылай кіргізем. Мінекей осы айналдырып тоқып келіп алдық. Және мына жерден бітірдім. Бірінші көзге алдында бірінші келгенде бітіргенбіз. Енді екінші көзіне іліп бітірдік соединительный петлямен. Енді осылай жұмысымызды айналдырып келесі қатарда тоқимыз. Ол үшін біз ендігі қатарымызда соңғы 2 қатарда резина қосып тоқимыз дедік. Мінекей резинаны осылай бас жағын түйіндеп, мінекей осы резина бас жағын түйіндеп осылай кіргізіп алдым. Енді ары қарай екінші көзінен бастап біз столбик без накида тоқитын боламыз. Яғни резинаны астына қоямыз. Жіпті қолымызға ұстаймыз да, резинаны жерге қосып біріктіреміз. Мінекей бірінші көзінен аламыз. Столбик без накида. Резинадан да мына көзінен де өткіземіз. Енді мінекей осылай қойып отырып, мінекей осылай тоқимыз. Мынау шығып қалған жерін осылай қырқып тастаймыз. Және резинаны осылай тартып отырып тоққан кезде көрінбей кетеді арасында. Мінекей арасына қойып, әр көзінен алып отырамыз. Ал резина арасында қалып отырады осылай.
сәл 2-3 қатар тоқыған осылай резинаны тартып отырып тоқимыз. Сол кезде біздің шет-шеті жиналып, жинақы болып тұрады. Осылай. Жаңағы алдыңғыдай қайталаймыз. Столбик без накидамен осылай резинаны қосып, мына аяқ жағына дейін тоқып алып келеміз. Мына резинаны тоқыған сайын осылай тартыңқырап отырамыз. Бірақ қатты тартып жүрмейміз. Қатты тартсақ жиырылып қалады. Орташа деңгейде тартып отырамыз. Арасында мүлде көрінбейді да бұл, білінбейді да. Сол үшін қорықпасаңыздар болады. Осылай тартсақ көрінбей қалады. Дәл осылай жұмысымыздың аяқ жағына дейін осылай алып келеміз. Резинаны қосып тоқып отырамыз, және сәл тартыңқырап тоқуды ұмытпаймыз. Резинамыз осылай сәл тартыңқырап, қатты тартпаймыз, сәл ғана тартып отырамыз. Мінекей, мен резинаны қосып, мына басына дейін тоқып алып келдім. Енді соңғы соединительный петля, яғни бітіреміз осы қатарды. Мінекей, мына резинамыз, мына арт жағын байқасаңыздар, алдыңғыдан жиналып, кәдімгі аяқ киімнің формасына түсті. Мінекей. Енді осы жерді бітіреміз. Ол кезде резинаны мына бетке қарай қойып қоямыз. Резинаны осы бетке қойып қоямыз. Соңғы, жаңа екеуінен алдық қой біз соединительный. Енді соңғы мынау тұрғаннан соединительный петля алып, осылай бітіреміз. Мінекей. Енді келесі бетінде мына резинаны осылай қарай қосып тоқып кетеміз, тартыңқырап. Қатты шілей тартпаймыз. Екі қатар болғаннан кейін өзі аяқтан түспейтін болады. Енді біз бұл соңғы қатарымыз узордан 6-шы қатар, яғни 6-шы қатар узор болады. 5 қатар узор, енді осы қатарымыз 6-шы қатар узор. Ол үшін мына жерімізде соңғысы мынау узормен болып тұр, жоқ, узорсыз болып тұр. Мінекей, мынау соңғымыз узормен болып тұр. Соны біз осылай узорсыз столбик с одним накидом тоқып аламыз. Резинамыз көрініп тұрса, осылай тартып жібереміз, көрінбей қалады. Келесі. Жоқ, бұл қатарда біз алдында столбик с одним накидом тоқитын ек қой, накидпен. Узордың жоғар жағынан. Ол соңғы қатарда тек қана біз осылай столбик без накида тоқимыз. Ал мынау узор жоқ жерге, узор қою үшін бұл жерге кәдімгі столбик с одним накидом, бірақ орап тоқимыз. Мына жер сәл қысыңқы болып тұр, осы жерден өткізіп алып, мінекей. Оппа, жер шығып кетті. Мінекей. Осы жерден. Ал енді келесі узор бар жерге столбик без накида тоқимыз. Бұл соңғы қатарда осылай столбик без накида тоқып отырамыз. Одан кейін узор жоқ жерге осылай столбик с одним накидом, бірақ орап тоқимыз кәдімгі алдыңғыдай. Ал мынау жай столбик с одним накидом тоқитын жерге столбик без накида тоқып отырамыз. Мінекей. Міне осылай. Енді келесі. Мына жерге узор жоқ жерге узор тоқимыз. Осылай столбик с одним накидом болады. Ал мына узор бар жерге столбик без накида тоқимыз. Жоғар жағынан алып. Мінекей. Осылай. Бұл біздің соңғы қатарымыз. Осы қатармен біз аяқ киімімізді аяқтаймыз. Мінекей. Осылай.
Ал мына жерге столбик без накида. Осы жерден шатасып кетпеңіздер. Соңғы қатарда мына біреуін узормен тоқсақ, одан кейінгісін столбик без накида тоқимыз. Тағы да көрсетемін. Міне мына узор жоқ жерден осылай артынан айналдырып осылай узор тоқимыз. Одан кейінгі узор бар жерге столбик без накида тоқимыз. Мына жерге узор жоқ жерге узор тоқимыз. Кәдімгі бұл столбик с одним накидом, бірақ орап тоқимыз. Келесіге столбик без накида тоқимыз. Және резинамызды тартып отыруды ұмытпаймыз. Қатты тартпаймыз, кәдімгі орташа бос осылай. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мен мына жерде екі резинаны біріктіргем, қазір ол арасында тоққан кезде көрінбей кетеді. Енді келесі узор жоқ жерге узор тоқимыз осылай. Ал келесіге столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Енді узор жоқ жерге узор тоқимыз міне. Енді мынаны тартамыз резинамызды. Одан кейін узор бар жерге столбик без накида тоқимыз. Алдыңғы қатарларда столбик с одним накидом тоқыдық мына неде. Бұл соңғы қатарда ғана столбик без накида тоқып отырамыз. Себебі ары қарай узор жалғаспайтын болғаннан кейін осылай столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Осылай енді резинамен қосып отыр тоқып, мына аяғына дейін дәл осылай тоқып келеміз. Тек қана бұл қатарда бір шатасып кететін жеріміз мынау столбик без накида тоқу керекпіз. Соны ұмытпай тоқыңыздар. Мінекей ханымдар, мына соңғы узордың қатарын осылай резинка қосып тоқып келдім. Мінекей. Мына жер біріктірген жер резина білініп тұр. Қазір оны зажигалкамен білдірмей жібереміз. Мінекей. Осылай шықты аяқ киім. Енді мына жерді осылай біз бітіреміз. Біз мына соңғы жерге дейін тоқып келдік. Содан негізінде біреуін сөге тұрып, соңғы нені ғана мынау резинаны сәл тартыңқырап осылай байлап аламыз. Осылай түйіндеп бір немесе екі рет байлаймыз. Осылай байлаймыз дағы. Осы түйіннің жанынан қырқып. Ары қарай тартқанда мына түйіннен кетпейді. Енді соңғы екеуі сөгіліп кетті менде. Мінекей мынау жай. Мына жерде узормен болу керек екен. Узормен тоқимын. Мінекей. Енді көрінбейді. Келесі столбик без накида тоқылады. Одан кейін енді бітіруді уже біліп қалдыңыздар. Мына соңғы мына жерден ілген болсақ, одан кейінгіден осылай соединительный петлямен ілеміз. Және енді бұна осылай жібін шығарып алып, мына домалақ жіптен өткізіп осылай түйіндейміз. Мінекей осылай түйіндеп осылай қатты түйіндеп бітіреміз. Осылай жұмысымыз бітті. Енді осылай ұзынырақ етіп, резинамызды алып тастаймын. Ұзынырақ етіп жұмысымызды қырқып аламыз жібімізді. Мына жіптен алып тастаймыз былай қарай. Енді осы жіпті біз жасырамыз. Яғни жасырғанда астына қарай, төменге қарай арлы-бері өткіземіз. Узорлары бүдір-бүдір болған соң, арасынан мүлдем көрінбейді. Сол үшін барынша көбірек өткізсек, өзімізге сенімдірек болады, шығып кетпес үшін. Осылай арлы-берлі өткіземіз. Тіпті мүлде көрініп тұрған жоқ. Осылай өткізіп, одан кейінгісінен тағы да өткіземіз. Міне, осылай іш жағында тұрған кезде
осыны сәл қысқартыңқырап кесіп аламыз. Осы шамада кесіп, мұны кішкентай ғана қалдырамыз, ал оны біз зажигалкамен ертіп жабыстырып кетеміз. Үшін жабыстырып, осылай жабыстырып жүрсек, білінбей қалды. Зажигалканы барынша алыстау ұстау керек екен. Мен мынада сәл ішкі жағын күйдіріңкіреп алдым. Қатты ұстаймын деп, мына зажигалка өте қатты жанады екен да. Сондықтан барынша алысырақ ұстап істеуіміз керек екен зажигалкамен істеген кезде. Мінекей, бұл бізде тоқылған аяқ киімдер көбінде былай бос тұрған кезде онша көрінбейді ғой, аяқта тұрғанда өте әдемі көрінеді. Және мына жерін жаңағы түйін болып көрініп тұрған жерін осылай зажигалкамен ертіп жібереміз. Міне, сол кезде ол резинамыз да көрінбейді. Біздің мына жақтағы бітірген немізде. Мінекей ханымдар, менімен бірге тоқсаңыздар, осылай әдемі шықты деп ойлаймын. Сіздерге пайдам тиген болса, комментарий жазып, лайк басып, маған подписация етіліп кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да әдемі аяқ киімдер тоқитын боламыз. Мінекей осылай шықты. Екі аяқ киім, үлкен 40 размер болған соң, үлкен болып камерама сыймай жатыр ма, или маған ыңғайсыз болып жатыр ма? Осылай шықты аяқ киім. Өте аяққа ыңғайлы. Және бұны стиралкада жуып кие береміз. Өзіміздің тоқымашы ханымдар білет. Ал енді жаңадан бастап тоқып атқан ханымдарға осыны тоқып үйреніп тоқсаңыздар болады. Ал мына бетін кәдімгі домашнийдің өзі рұқсатты тоқсақ болады. Ол түрінде көрсететін болам. Неге осылай осындай әдемі аяқ киім шықты бізде. Резинам қалып кетті. Менің даже манекенім өзі оның ішінде ойнап қалды 40 размер аяқ киімде. Негізі мына жерге бір брошка ма, мен ойлағам, бір шашағы бар, не істейін деп, клиент өзі қалаған жоқ. Келесі жолдары олай бетін сәндеуді сіздерге көрсететін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мені қолдап, маған подписка жасап, комментарий, лайк басып кетіңіздер.